жүрек. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, денелеріңдегі негізгі күші ол жүрек дейді. Жүрек түзу болса, бүкіл дене түзу болады. Жүрек бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Негізгі орын жүрек екен. Құранда жүрек деген сөз 132 мәрте келеді екен жігіттер. 132 мәрте деген аз емес. Яғни ғалымдар айтады, егер осыншалықты көп бір сөзді Алла тағала айтып тұрса, жүрек деген сөзді, ондай болатын болса, бұл сөзге мұсылмандарға мән беру керек деген сөз дейді. Бұл жүрек деген не екенін зерттеу керек деген сөз дейді. Сонда мынандай ғалымдар бүйтіп айтады, мына жүрек дейді, бұл асыл дейді, негіз дейді. Жүрек дененің негізі мына жүрек. Жүрек түзу болса, бүкіл дене түзу болады. Жүрек бұзық болса, бүкіл дене бұзылып кетеді. Былайша айтқанда мына дене мүшелер жүрекке ереді дейді. Жүрек бастаушы, көш бастаушы, мыналар ағза мүшелер, жүрекке еруші дейді. Сонда қараңыз, бүйтіп айтады, адамның ішкі дүниесі сыртқы дүниесінен қарағанда әлдеқайда артығырақ екендігін, жан дүниенің тәннен қарағанда артығырақ екенін мына аят дәлелдеп тұр. Өйткені бірінші аяты, екінші аяты, үшінші аяты ішкі жан дүниеге байланысты бүйтіп айтады. Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат қулубухум. Алла еске алса жүректері қорқады, тақуалыққа толады дейді. Ол жүрек қой, тақуалық. Ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана. Оларға Алланың аяттары, Құран оқылса, олардың имандары артады дейді. Ол да мына жүректің ва аля раббихим ятаваккалун. Тәуекел етудің де орны қай жер? Жүрекпен тәуекел етеміз біз. Енді осы үшеуін айтып келді ғой. Енді екеуі, қалған екеуі. Олар ағза мүшеге байланысты. Ва юқимуна ссалата ва мимма разақнахум юнфиқун. Олар намаздарын оқиды, және де Алла берген еділ. Осы аяттар дейді, 5 аят. Алла тағаланың адамның жүрегі ағза мүшелерінен қарағанда әлдеқайда артығырақ екендігін дәлелдеп тұр дейді. Сыртқы бейне маңызды ма? Әлде ішкі жан дүние маңызды ма? Ішкі жан дүние маңызды. Өйткені Алла тағаланың елшісі ашық хадисі бар. Бүйтіп айтады, Алла тағала сендердің малдарыңа да, сендердің денелеріңе де, ағзаларға да қарамайды. Бәлкім Алланың көзі назар түсіп тұрған нәрсе бұл сендердің жүректерің, және де сол жүректеріңнен шыққан амалдарың дейді. Егер жүректерің бұзылып кетсе, амалдарың да жаман болады, соған Алла қарайды. Егер жүректерің сау, нұрланған, иманға толған, иманды жүрек болса, онда сенің амалың да иманды амалдар болады. Осыған Алла қарайды екен. Сонда ғалымдар имам Ғазалидің сөзімен аяқтай салайын енді. Имам Ғазалидің сөзі бар. Мен дейді, адамдарға таңғалам дейді. Адамдардың назары түсетін денелерін тазалап әлек болып жүр ғой дейді. Олар неге адамдардың назары түсетін нәрсені тазалап жүр? Олар Алланың назары түсетін жерді тазаламай ма дейді. Алланың назары жүрекке түседі екен ғой. Неге жүректеріңмен жұмыс жасамайсыңдар деп жатыр да. Неге жүректеріңдегі дерттеріңді емдемейсіңдер? Неге жүректеріңдегі имандарыңды жаңартпайсыңдар? Неге жүректеріңнің дерттерін емдемейсіңдер деп жатыр да. Ликулли даин дауаун. Әрбір дерттің шипасы бар дейді. Жүректің дерттерінің шипасы білесіз ба не ол? Дерттердің шипасы ол сұхбатул ахияр вачтинабул ашрар. Жақсылармен сұхбаттасып, иманды адамдармен араласу, күнәһар жігіттерден аулақ жүру. Күнәһар отырыстардан аулақ бол. Сол күнәһар отырыста сенің жүрегің жарақаттанып жатқан. Сенің жүрегің дертке толып, сенің күнәһар болып кетіп жатқаның, ағзаларың күнә жасап жүргені, сенің жүрегіңе дерт кіріп алған. Ол дертті сен сондай күнәһар отырыстардан жұқтырып аласың. Салиқалы адамдармен отырған адамдардың өздері де салиқалы бола бастайды. Өзің сен прикольшік отырысқа барған кезде өзің тыпыршып отырасың ғой, жабыршып отырасың ғой деп. Салиқалы бір ұстаздармен, бір тақуа жігіттермен кездесіп қалсаң, өзің кәдімгідей білмеген халде өзің бүйтіп отырып қаласың ба? Кәдімгідей сен ана ортаның өзі подсознательный уровеньде сен өзің салмақты болып отырасың да.